әрбір сотталушымен өткен беттестіруде де әр сотталушыға барынша айып тағуға тырысады. Сол себепті, құрметті сот, жәбірленушілерді Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 420 бабында көзделген қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс, және осы бойынша соттан жеке қаулы шығарып, құзырлы органға жолдауды сұраймын. Тиісті қаулы шығаруды сұраймын. Сот тергеу кезінде анықталып, қазіргі таңда жәбірленушінің жанды өкілі Мейрам Шөкеевтің қазір жарыс сөзінде расында да атыс қаруын өзінің қорғауындағы тұлғаларын қолданғанын растап өтті. Және бейне жазбалармен Қаржаубай Нұрымовтың 3 рет дүкеннен пышақты бірінші болып алып шығып қолданылғанын ескеріп, құрметті сот, Полат Шерзатты, Гайыпбаев Нұрғанатты, Қаржаубай Нұрымовты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлімде көрсетілген қылмыстық құрамының болуына байланысты жорғаларда аталған тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғау туралы жекеше қаулы шығаруыңызды сұраймын. Және аталған қаулыны Алматы облысы прокуратурасына процессуалдық шешім қабылдау үшін жолдауды сұраймын. Бір секунд. Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы нөмір 3 нормативтік қаулысының 4 тармағына сәйкес жеке бас араздығының салдарынан болған жанжал немесе төбелес барысында болған күш қолданудан бұзақылық ниетпен күш қолдануды ажыратқан кезде айыпты мен жәбірленушінің қарым-қатынасының сипатын, жанжалдың сылтауы мен себебін ескеріп, оның бастамашысы кім болғанын, жанжалға қатысушылардың әрекеттерінің қарқын мен сипатын, айыптының ниетін, бағытын көрсететін басқа да мән-жайларды анықтау керек көрсетілген. Сонымен қатар, егер кісі өлтіруге, денсаулыққа ауыр немесе ауырлық орташа зиян келтіруге, мысалы, қызғаныш, кек алу және басқа араздығы және жеке қарым-қатынас негізінде туындаған басқа сезімдер, сол сияқты жәбірленушінің жанжал немесе төбелесті бастаған заңға қайшы мінез құлқы себеп болса, онда олар қоғамдық орында немесе бөгде азаматтардың көзінше жасалғанына ғана байланысты бұзақылық ниетпен жасалған деп қарастырылмайды. Аталған нормативтік қаулының 9 тармағына сәйкес кінәлі адамдардың әрекеттерін топ болып алдын ала сөз байласып бұзақылық жасау белгісі бойынша саралған кезде екі және одан да көп адамның бұзақылық жасауға бағытталған кез келген түрдегі уәделесуінің болғанын, яғни осы адамдардың тікелей қоғамдық тәртіпті бұзуға бағытталған әрекеттер басталғанға дейін ең болмаса орындаушылардың бірі қылмыс құрамының объективті және орындағанға дейін өз байланысының болғанын анықтау қажет. Бірнеше адамның әрекеттерін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігі бойынша осы баптың 2 бөлігінің 1 тармағында қарастырылған саралау белгісін көрсете отырып, саралау туралы мәселені шешкен кезде соттар бірлесіп бұзақылық әрекеттер жасау туралы ғана емес, сондай-ақ қару не денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы бейімделген басқа да заттарды қолдану туралы да алдын ала келісімге қол жеткізілуі керектігін назарға алу қажет. Егер құқыққа қарсы бірлескен әрекеттерді жасау барысында қылмысқа қатысушылардың бірі басқа қатысушылармен алдын ала келісімі болмай тұрып, қару немесе денсаулыққа зиян келтіру үшін арнайы бейімделген заттарды қолданса немесе қолдануға әрекеттенсе, осыған негіздер болған кезде оның әрекеті қылмыстық кодексінің 30 бабының талаптарына ескеріліп отырып саралану қажет.